Құрметті ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Бүгін міне 2020-2021 оқу жылын бастағалы тұрмыз. Өздеріңіз білесіздер, коронавирусқа байланысты өткен оқу жылының 490-ын біз қашықтықтан оқытып аяқтадық. Енді балалардың денсаулығын сақтау мақсатында осы жаңа оқу жылында 490-ын біз қашықтықтан оқытамыз. Өткен оқу жылы бізге пандемияға қарамастан мектебіміз өте жақсы көрсеткіштерге жетіп кетті. Атап айтар болсақ, мектебімізде 4 оқушымыз алтын белгіге ие атанса, 9-шы сыныпта 6 оқушымыз үздік аттестатпен бітірді. Ұлттық бірыңғай тестілеуге 37 оқушы қатысты. Соның қазір осы күнге 26 оқушымыз грант иегері атанды. Республикалық олимпиадаға біздің географияның мұғалімі Аманжолов Нариман мұғаліміміз өзінің оқушысын жақсы дайындап, республикалық олимпиада деңгейіне көтерді. Облыстық олимпиада жеңімпаз атанды, аудандық олимпиаданың жеңімпаз атанды. Басқа да сайыстардан біздің мұғалімдеріміз және оқушыларымыз жақсы көрсеткіштерді көрсетіп, қазіргі уақытта таңда біздің мектебіміз алдыңғы қатарлы 5 мектептің қатарында тұрмыз. Мен ойлаймын, мына пандемияға қарамастан біздің ұстаздарымыз да, оқушыларымыз да ата-ананың көмегі, ата-ананың байланысы арқылы біз бұдан да жоғары нәтиже көрсетеміз деп, ең бастысы біздің балдарымыз аман болсын, жаңа оқу жылымыз құтты болсын, балдарымыз тек мектеп оқуын жоғарыдан көтерсін, ашық аспан тілеймін, мұғалімдерімізге біздің творчестволық табыс тілеймін, ата-аналарға мына көрген балдарымыздың қызығын көре беріңіздер, жаңа оқу жылы тағы құтты болсын. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, сіздерді 1 қыркүйек білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жиып алып балғын шәкірт достарды салтанатты сәтке бөлеп, жас жанды мектептердің қоңырауы қағылып, тағы міне білім күні басталды. Білім қымбат, оны жұрттар біледі. Жетелейтін ұстаз соған үнемі. Шәкірті мен достарындай сырласқан, сенсің ұстаз мектебіңнің жүрегі. Ғасырың бар тоса қояр сынағын, соны ерсең заманыңа ұнадың. Білім күні құтты болсын, ұстаздар, білім күні құтты болсын. Алғанда білім жолдың асқары, қадамдарын үлкендер де қостады. Олар үшін соғылса алғаш қоңырау, сол қоңырау келешектің бастауы. Жігерленді жастарды, оқу жолы басталды. Білім жолын нұрлантып, бағындырмақ асқарды. Қамқор анамыз оқып білім аламыз, өнерпаз болып өсетін біз оқушы боламыз, өмірінің көктемін сіңдеп көзімді келдім, алтын ұя мектебім, армандарым отменен атқарамын келдім, асыл анам мектебім. Өнердегі жастарға оқу міндет, тек қана оқу менен өнер білмек, өнер білім адалдық арнамызды жоятын надандық қойыңыз міндет. Бар қиын тек қана ғылым жеңбек, оқыса басқа елдерде қатарға енбек. Білімге ие болып аңызға құмарланса жетілер азар жылдай жоғары өрлеп. Мектеп қамқор анамыз, оқып білім аламыз, өнерпаз болып өсетін біз оқушы боламыз. Сонау жақтан көзге ыстық алтын ұя мектебім білімді, ұстаздар өнерлі шәкірттер, мектеп деген атыңды, ардақтаймын затыңды, ұстаздарға сыйлаймын, қызыл жасыл гүлдерді, мектебімді қимаймын, тағзым етіп тұрайын. Қиындықтан өтуге, армандарға жетуге, білім алып ерінбей, елме қызмет етуге.